Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам үлгілерінің прагматикасы. Ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы деген тақырып жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Қазақтың қазіргі сөз саптау үлгілері мен бұрынғы сөз саптаулары арасында үлкен айырмашылықтар бар екен. Ойды жеткізгенде тура, төте, нақты айта білу үрдісі кенже қалып, көп сөзділікке салыну, айтар ойды айқында дәл айта алмау біздің қазіргі қоғамның дертіне айналғандай. Осы ойды Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты тіл мәдениеті бөлімінің бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы профессор Құралай Бимолдағызы Күдеринова кеңірек тарқатып түсіндіретін болады. Құралай Бимолдағызы, студиямызға қош келдіңіз. Біздің Шалқар радиосындағы хабарымыз сөз киесі деп аталады. Осы хабардың атауына байланысты сөз киесі деген сөзді сіз қалай түсінетін едіңіз? Елге қалай түсіндіретін едіңіз? Сөздің киесі бола ма дегенге. Әңгімені осыдан бастасақ. Саламатсыздар ма? Сөз киесі дегенге мен бір басқа қырынан келгім келеді. Өйткені сөз деген ол өте кең ауқымды, жан жағынан қарастыратын, әлгі адамды біз жан жағынан қарастырамыз ғой, дәл сол сияқты адамның аузынан шыққан сөзді жан жақтан қарастырғанда тірі организм, биологиялық құбылыс сияқты, биологиялық және қоғамдық құбылыс сияқты дәл адаммен бірдей деңгейде қарастырылатын категория сөз деген. Сонда сөз киесі дегенге мен былай деп айтқым келеді. Сөзді тыңдайтын құлақ тұшынып тыңдайтындай, рахаттанатындай, біреудің айтқан сөзін сол айтып тұрған кісідей түсініп әсерленетіндей деңгейдегі сөйленген сөз шынында да киелі болады. Шынында да қасиетті, құдіретті болады. Рабиға апайдың айтқандай, сөздің құдіреті қайда дегенде апай көбінесе көркем сөз иелерінің шығармаларынан іздеді ғой. Дәл сол сияқты сөздің киесі, құдіреті оның сөйлену процесінде сосын тыңдаушысына жетуінде болып отыр. Сондықтан сөз киесі дегенге сөйленген сөзді алғым келеді мен. Сөйленген сөз. Мысалы, қазақтың бір сөзінің ішіндегі бір сөздің шығу төркіні тұрғысынан емес, сөйленген сөздің ерекше әсері туралы сол тақырыпта қозғағым келеді. Сондықтан бұл тақырыпқа мынадай бір тақырыпша ұсынғым келеді, яғни қазақтың дәстүрлі сөз саптамы, сақтаған тіл, сақтап сөйлеген адам сөздің киесін түсінеді, сөздің құдіретін түсінеді деп ұғуға болады деген айтқым келеді. Қазақтың дәстүрлі сөз саптамы деген бұл жаңа бір термин сияқты. Жалпы енді осы тыңдаушыларға осыны да таратып түсіндіре кетсеңіз. Дәстүрлі сөз саптам дегенді қалай түсіндіресіз? Алматыда бір институт бар, қазақ сөзін зерттейтін институт. Ол Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі деген институт. Ол өте киелі шаңырақ, қара шаңырақ деп айтылады. Расымен де ол жерде талай біздің сөзімізді өте қастерлеп, киелі ұғым екенін танып түсінген адамдар жұмыс істеген, зерттеген. Басында Мұхтар Әуезовтен бастап, Нығмет Сауранбаев, Мәулен Балақаев, одан кейін бертін келе біз өзіміз көзімізбен көрген Әбдуәли Қайдар, Рабиға Сыздықова, Ербол Жанпейісов, Шора Сарыбаев ағай, одан кейін Әлімхан Жүнісбек кешегі өтіп кеткен. Сол кісілердің жұмыс істеп тілді, сөзді жан жағынан алып зерттеген ғалымдардың мекемесі Тіл білімі институты деген. Сол мекемеде біз өзі біраз жылдар болды жұмыс істеп келе жатырмыз. 2021-ден бастап мемлекеттік грант аясында қазақтың дәстүрлі сөз саптамының үлгілері деген тақырыпты біз конкурстан жеңіп алғанбыз, біздің институт. Сол тақырыптың аты дәл осылай аталады, қазақтың дәстүрлі сөз саптам үлгілері деп аталады. Мұндағы енді дәстүр деген түсінікті, сөз саптам деген кішкене түсініксіздеу. Бірақ бұл сөз саптау, сөзін саптайды, сөзін жақсы саптайды деген тіркеспен біз осыған дейін біраз естіп келдік. Сөзін саптады деген тіркес сөзін жүйелі сөйледі дегенді білдіреді екен. Өзі мына текст арқылы бұл сөз қандай мағына беріп келіпті деп қараған кезде, сондағы жазушылар оны көбінесе сөзін жүйелі сөйледі, қисынын келтіріп сөйледі деген мағынада айтқан екен. Сонда сөзін саптау деген бұл сөзді келісін келтіріп сөйлеу, орнымен сөйлеу дегенді білдіреді. Сонымен қысқасы сөзін саптады, сөз саптауы жақсы, сөз саптауы жаман, нашар деген осыған дейінгі жай сөйлем ретінде қолданылып келген сөзді біз мына осы грант аясындағы зерттеу барысында бір термин ретінде алдық.
бұл термин қай саланың, бір саланың термині болу керек қой енді. Ол қай саланың термині болады дегенде, бұл қазақ сөз өнерінің термині болады деген ұғымға келдік. Енді осындағы мақсаттарыңыз не? Сол зерттеушілер немен айналысып жатыр? Алдағы жоспарлары қалай? Біздің негізгі мақсатымыз мынау болды. Мысалы, қазақ тіл білімінің ішінде мынандай салалар бар. Тіл мәдениеті деген сала бар, стилистика, яғни сөзге қатысты. Осында екі сала бар. Біреуі тіл мәдениеті, бұл қате сөйленген сөздерді неге қате екенін немесе қате екенін көрсетіп отырады. Қате тіркесті көрсетіп отырады, қателіктерді, орфографиялық қате, орфоэпиялық қатені көрсетеді, немесе лексикалық, немесе грамматикалық қатені көрсетіп отырады. Сондай-ақ стилистикалық қатені көбінесе көрсетеді. Енді екінші сала бар, ол стилистика деп аталады. Осы екі пән бізде мектепте де қарастырылады және жоғары оқу орнына, әсіресе филологтар дайындайтын оқу орнының барлығында оқытылады бұл пәндер. Ал стилистика деген пән енді керісінше өте жақсы қолданылған сөзді тексереді. Өте ерекше қолданысты тексереді. Тіл мәдениеті өте дұрыс емес сөзді, анау өте ерекше қолданысты тексереді. Сонда біз балаларға дұрыс емес сөздерді көрсетеміз және өте ерекше сөзді көрсетеміз. Яғни әдебиеттегі ерекше қолданыстар. Әдеби тілдегі ерекше қолданыстар мен әдеби тілдегі қате қолданыстарды үйретеді екенбіз. Сонда бала қате қолданысты біледі жақсы және ерекше қолданысты біледі. Бірақ енді біздің қазіргі қазақ тілдік орта жағдайымыз өте ауыр ғой. Көше толған өзге тілдің элементтері, отбасында да өзге тілдің элементтері, яғни орыс тілінің басқыншылығы, көше орыс тілінің басқыншылығы, мектеп және жоғары оқу орындарының барлығы сондай. Біздің тілдік жағдаятымыз, тілдік ортамыз ауыр және қиын жағдайда. Сонда енді баланы біз мынау қате деп, анау ерекше. Сонда енді жай қатардағы бала қалай сөйлеу керек және қалай жазу керек дегенді аңғара алмай қалады қайда. Мынау сөйлесе ол қате, енді дұрысы қайсы? Дұрысы жоқ, біз оның ерекшесін көрсетеміз оған. Міне, мынау ерекше қолданыс. Дұрысы қайсы? Дұрыс емес, біз көбінесе қатесін көрсете береміз. Жарайды, бұл баланыкі ғой. Енді шынымды айтайын, мен мысалы 3 бақтың құралдарындағы газет, телевидение және радиодағы ең дұрыс сөз радиода шындығында. Телевидение мен газеттерде қате көп кездеседі. Неге газеттер ол бір адам қарайды, оның үстінен жауапты редактор қарайды, одан кейін бас редактор қарайды екен. Қателерін түзетпеймін. Радиода тікелей көбінесе қате кетіп қалуы мүмкін ғой. Қате кетіп қалады, бірақ қараңыз, бүгін ғана Азаттық радиосындағы жаңалықтарды оқиыншы деп қарасам, бір ғана мақаладан түсіне алмадым. Автор нені айтқысы келді? Не болды өзі сонда? Мынау мен әсіресе Ауғанстандағы жағдайды оқып жатырмыз, тақырып сондай. Сонда өзі не болған дегенді мен түсініп отыру үшін мен өзім логикамды қосуым керек болды. Ол журналистің шеберлігіне де байланысты ғой. Мүмкін кішкене олақтау жазылған шығар. Жоқ, ол шеберлік емес, ол керісінше журналистің қателігі болып тұр ғой. Ойын дұрыс бере алмады. Неге дұрыс бере алмайды? Көрдіңіз бе? Анарада тіл мәдениеті де жоқ бұнда. Бұл былай қарасаң дұрыс сөйлеп жатыр. Анарада оның стильдік ерекшелігі де жоқ. Бірақ ой жетпей жатыр әлі маған. Мен тыңдарманмын, маған жетпей. Неге жетпейді? Себебі оның дұрыс нормасы жоқ болып тұр. Дұрыс нормасы оның дәстүрлі қазақ нормасында болмай тұр ғой бұл. Енді осы жаңағы айтып отқан ойыңызды дәлелдеу үшін сіз мысалмен келтіріңізші. Мынадан қорқып жатырмыз біз. Енді Азаттық радиосын мен сияқтылар оқиды жарайды, иә? Енді мына мектептегі оқулықты ана жаңадан тілді енді үйреніп келе жатқан бала оқиды. Сонда ол балалар ойлайды, мынау дұрыс сөйленген сөз осы екен деп ойлайды. Егер ана қате жазылса, өйткені ол жазудағының бәрі ол үшін үлгі сөз. Ал газеттен мысал алса да ол да оған үлгі сөз. Оқулықта немесе көркем әдебиеттің бәрі ол үшін үлгі сөз. Енді сол үлгі сөз қате болса, аса қорқыныш сол жерде тұр. Мынаны қараңызшы, мысалға Атамұра баспасының мысалы математика оқулығынан басын бастап ашып оқыдым да, мен әлгі оқулықты оқып отырған 5-ші сыныптың баласын да, оны түсінбей жүрген ата-анасын да, оны түсіндіруге тырысқан мұғалімді де аяғаннан не істеуге болады бұны деп ойладым. Өйткені математика оқулығы, ол бала есеп шығару керек. Ол бала аударма шығар мүмкін. Аударма емес. Мен білмеймін, ол авторлары Алдамұратова, Байшоланова, Байшоланов деген 3 автор жазған. Атамұраның математика оқулығы 5-ші сыныпқа арналған. Сонда бұның алғы сөзінен бастап әрбір берілген есеп шартындағы қателіктен сіз есептің шартын түсінбейсіз. Қателігін қойыңызшы, есептің шартын түсінбейсіз. Мысалы, мынандайды сіз түсінесіз бе? Мысалы, көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылады.
Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады? Мінекей. Мына 5-ші сыныпқа осындай беріліп отыр. Мынау жаңылтпаш қой. Мына біздегі көп қателік неден кетіп жатыр? Біз артық жұрнақ жалғауды көп қолданудан кетіп жатыр. Бізде ең көп артық қолданылатын бұл көптік жалғау болып тұр. Қазіргі біздің бас ауруымыз көптік жалғаумен алысамыз біз. Сонан кейін ең көп қолданып жатқан бұл ілік септігі жалғауы қолданылып жатыр. Сонда мысалы мына жерде мынау бір сөйлем мынау. Сонда бір сөйлемде 6 көптік жалғау қолданылған. Жаңағы ларлер ғой бұл жерде. Иә, ларлер deyip тұрмын ғой. Көптік жалғау міне бір сөйлемде 6 рет жазылған. Мысалы, көп қабатты үйдегі пәтерлердің сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан. Сондағы бар бұл жердегі баланың елестететін нәрсесі есіктің сыртында көрсетілген сан ғой. Айтпақшы сол ғой енді. Енді осы үшін ол кісі 10 сөзді қолдану керек. Мына есіктің сыртындағы сан металл дегенге дейін бұл көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктегі сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан. Осыған жете алмайды ана бала, не екенін білмей жатыр әлі. Мынау бер жағы. Бұл сияқты шарттар, есептің шарты мына кітаптың соңына дейін. Енді мына бала осыны әйтеуір түсініп жатыр. Бейшаралар, бұлар енді ата-анасы түсіндірді ме екен, не істеді екен, енді өте қиын жағдайда бұлар түсініп жатыр, әйтеуір оқып жатыр, үндемей ақ. Осы сияқты тарих пәнін көрдім мен. Тарих пәні масқара. 5-ші класстың оқулығын оқып көріңіз. Кәдімгі ғылыми конференциядағы баяндама ол. Соны 5-ші класстың баласы оқып жатыр мінекей. Сонда сөз саптам деген ол тыңдаушысын ескерген бұрынғы қазақ. Тыңдаушым дүзел, сен де дүзел дейді Абай. Сонда ана тыңдаушысына қарайды да, сөйтіп сөзін бастайды. Сонда тыңдаушысы ол 5-ші сыныптың баласы екенін білмей отыр ғой бұлардың барлығы, авторлар. Және оны тексертіп отырған редактор, жаңа сарапшы дегендер де оны ойлап отырған жоқ. Бұл енді оқулық мәселесін айтқан кезде бізде айта беретін гөй-гөй өте көп. Себебі оқулықты кімдер жазып жатыр? Ол алған авторлар сол тапсырысты, оқулық жазу тапсырысты қалай алып жатыр? Бұның бәрі көп жағдайда, құпия жағдайда жүретін сияқты да. Ашық тендер арқылы жүріп, немесе неге осыны тіл білімі институты атқармайды? Мысалы, тілге, әдебиетке қатысты оқулықтар болатын болса, мысал айтам. Немесе математика болатын болса, сол математикаға қасына неге мүмкін қандайда бір тіл ғалымдарын қосып бермейді, осының тілін жаттықтырып отырасын деген сияқты. Олар математика болған екен жаңағы дұрыс сөз саптай алмайтын шығар мүмкін. Көрдіңіз бе, бізде осындай бір кешенді атқарып жатқан жұмыс жоқ та. Әркім ұтып алады, сосын оқулықты 11-ші классқа арналған тілмен 5-ші класс емес, ол 11-ші классқа арнап жазып жатқан болуы, бірақ ол 5-ші класс емес, оны 11-ші класста оқымайды ғой, ата-ана да оқымайды ғой. Көмектесе алмайды. Мен мынаны ұға алмадым. Бұл немене болды соңында деп ұға алмадым шын. Енді Құралай Бимолдағазы, мына бізге берілген уақытта таяп қалды. Осы хабарымызды түйіндеп қорытындылап мінекей. Осы сияқты құрылымдарды көрген бала және де Азаттық радиосындағыдай тағы да сөйлемдерді оқыған біздің ойлау тану жүйеміз өзгеріп жатыр. Біз бұрынғы қазақ емес, енді басқаша өзгерген қазақ тілін қабылдап, осы дұрыс екен деген түсінікке қарай ойысып келе жатырмыз. Бұл дұрыс емес. Бұл дабыл қағатын нәрсе. Бірақ мынаны қабылдамай ақ қоятын эксперттерге болады ғой, мысалы сарапшы. Мынау қабылданбайды, мынау түсініксіз деуге болады. Мәселе сарапшыда. Оқулық демекші, мен ұмытпасам, Қаныш Сәтбаевтың алгебра оқулығын жазған бір оқығаным бар. Қандай әдемі қазақша, қазақ тілімен алгебра жаңағы математикалық терминдерді қазақша ұғыммен бергенде, қазақы ұғыммен әдемі келтіріп жазған. Сол Қаныш Сәтбаев өз заманында. Ал сондай дәстүр бізде жоқ қазір. Осы сияқты қателіктерден біз қашу үшін біз енді қазақтың дәстүрлі шын мәніндегі сөз саптамы қандай болды? Біздің зерттеу тақырыбымыз мақсатты осылай қойдық. Біз енді жарайды, бұл дұрыс емес, ол дұрыс емес, енді қайда беріңдер бізге, үлгі демей ме бізге? Сонда үлгі, міне былай сөйлеу керек, былай жазу керек, тыңдайтын құлақ мынандай сөзді тұшынады деп айту үшін біз үлгі сөз іздедік. Ол қайдан іздедік дегенде, ең бірінші біз дұрыс жазылған алғашқы ауызшадан қазақ жазбаға түскен мәтіндер бұл қазақ әңгімелері, қазақ ертегілері, аңыз әңгімелер болып табылады. Сондықтан алғашқы қазақ ертегілерін қағазға түскен, сондай-ақ Абайдың қара сөзі, сондай-ақ Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясындағы алғашқы әңгімелер, оның бер жағында 20 ғасырдың басындағы қазақ газетіндегі мақалалар, сонан кейін Бейімбет Майлиннің алғашқы әңгімелері, Әуезовтің алғашқы әңгімелері, Мүсіреповтің алғашқы әңгімелері, мінекей осындағы қазақ сөз саптамын нормасын қарап жатырмыз. Қазір Бөкейхановтың сөз саптамы, мысалы, соны қарап жатырмыз. Содан норма шығарып жатырмыз. Шын мәніндегі сөз саптам мынадай ерекшеліктер бар екен деп. Сөйтіп біз қазір шығардық деуге болады. Құралай Бимолдағазы, бүгінгі айтқан әңгімеңізге көптен көп рахмет.
Иә, айтар сөзіңіз көздеген межеге дәл жетсін дейтін болсаңыз, қазақ ертегілерін, аңыз әңгімелерін және қазақ әңгімелерін оқыңыз. Ойы анықтың сөзі анық дегендей, тұжырымды ой, татымды пікір айта алу үшін де әркім өз-өзімен жұмыс істей білу керек екен. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, тіл мәдениеті бөлімінің бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор Құралай Күдеринова қатысты. Хабардың жалғасын келесі аптада тыңдай аласыздар. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ақзер Қазбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.